Күн жүйесіндегі жер қатты соғатын ғаламшар Нептун. Оның атмосферасында бүкіл күн жүйесіндегі ең жойқын желдер соғады. Жел жылдамдығы 2000-2100 км/сағатына дейін жетеді. Оған қоса спутниктен көрінетін ғаламшар бетіндегі қара дақтар осы дауылды желдердің көрінісі саналады. Нептун ең суық ғаламшар. Планетаны қоршап тұрған атмосфераның ең жоғары қабаттарында температура -221 градусқа дейін жетеді. Тіркелген төмен температураны кез келген тіршілік иесі көтере алмайды. Сондықтан мұзды планетада тіршілік болуы мүмкін деген теория жоққа шығарылған. Математикалық есептеулер арқылы ашылған жалғыз ғаламшар Нептун. Ол 1846 жылы 23 қыркүйекте ресми түрде ашылған. Ливери мен Адамс атты математиктер қажетті есептеулер жүргізіп, гелиоцентрлік жүйенің белгілі бір аймағында беймәлім ғаламшар барын анықтаған. Алайда бірнеше жылдан кейін ғана астрономдар қос математиктің тұжырымын растаған. 5 сақиналы ғаламшар. Бүгінгі таңда Нептунның 5 сақинасы бары анықталды. Бұл сақиналардың барлығы осы ғаламшардың ашылуына қатысқан ғалымдардың есімімен аталған. Олар Ливери, Адамс, Галлей, Лассель және Арага. Нептунның сақиналары Сатурн сақиналары іспетті кең әрі көлемді емес, сондықтан олардың ғаламшар жанынан көрінуі екіталай. Нептун сақиналарының құрылымы микрон мөлшеріндегі шаң бөлшектерінен, ұсақ мөлшердегі қиыршық тастардан және сынықтардан тұрады. Нептунның бірнеше серігі бар. Олардың ішіндегі ең үлкені Тритон. Ғаламшар серіктерінің барлығы дерлік жақын орналасқан және ұқсас траекторияда қозғалады. Бірақ Тритон өзге серіктерге қарағанда ретроградтық орбитамен, яғни оларға қарама-қайшы бағытпен қозғалады. Астрономдардың болжамы бойынша миллиардтаған жылдан кейін бұл серік ғаламшар атмосферасына еніп, гравитациялық күш әсерінен планета сақинасына айналады. Осы және өзге де ғалам қызықтарын білулеріңіз келсе, біздің арнамызға жазылыңыздар. Ғаламның беймәлім әлеміне бірге сапар шегейік.